Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өзбек халқының тағамы машхурда, яғни маш сорпа дайындаймыз. Қажет ингредиенттердің барлығында видеода көрсетілген. Ет пен көкөністерімізді майда кубик етіп турап аламыз, ал машымызды бірнеше қайтара жуып, жылы суға салып қоямыз. Ең алдымен қазанымызға сұйық майды құйып, ол қызғаннан кейін үстіне пиязды салып 5 минуттай жоғары отта қуырып аламыз. Содан соң етімізді салып, қызарғанша 10 минуттай қуырып аламыз. Ет пен пиязы жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен сәбіз, болгар бұрышы, қызанақты қосып 5-7 минуттай қуырамыз. Содан қақпағын жауып, баяу отта 5 минуттай бұқтырамыз. Және де су құямыз, салқын су, шамамен 2 литрдей су құйдым. Су қайнағаннан соң бетінде көбігін алып тастаймыз. Машты қосамыз. Сорпамыз қайнағаннан кейін тұз бен бұрышты қосып, дәмін көреміз. Егер тұзы кем болса, тағы да қоссаңыздар болады. Содан соң қазанымыздың қақпағын жауып, баяу отта маш жұмсарғанша 30 минуттай қайнатамыз. 30 минут уақыт өткеннен кейін туралған картобымызды, күрішімізді саламыз. Сондай-ақ сарымсақ пен лавр жапырағын салып араластырамыз. Сорпамыз қайнай бастағаннан кейін қақпағын жауып, тағы да баяу отта 10-15 минуттай күріш, картоп, маш барлығы піскенше қайнатамыз. Ал достар, біздің тағамымыз дайын, өте дәмді шықты. Жалпы бұл тағам үлкен кісілерден бөлек кішкентай балаларға да өте қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.